Монах қыздарына ешқандай жігітпен жүруге, екі қабат болуға тікелей тыйым салынған. Бірақ та күндердің бірінде бір қыз қандайда бір себептермен жүкті болып қалады. Қасындағы құрбылары бұл қандай болғанына түсінер емес. Ал қыздың өзі бірдеңені жасырып тұрғаны анық еді. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге «Мінсіз» деп аталатын керемет фильмге шолу дайындадық. Вы беременны. Монастырьдан қашатын күні Мэри атты қыз әдеттегідей құлшылық жасады. Сосын басқарушыдан кілтті ұрлап, қақпаға қарап қаша жөнеледі. Монахтар секілді киінген фигуралар, яғни адам тектестер жетіп алып, қыздың аяғын сындырып тастайды. Содан кейін ол қыз тірілей көміліп жатқан жерінен есін жияды. Көп өтпей Мэридің орнына жас америкалық Сесилия атты қыз келеді. Оның мұнда келуіне өз себептері бар еді. Қыз қайғылы монастырьге келіп жетеді. Келіп мұндағы ана басқарушымен танысады. Монастырь ішін көрсетуші Изабель атты әпке мұнда өмірінің соңғы күндерін сүріп жатқан монахтарды қарайтындарын есіне салады. Сондықтан егер жаңадан келген мұндайға дайын болмаса, кетуге әлі кеш еместігін есіне салып қояды. Изабель Сесилияны жаңа бөлмесіне әкеліп, 5-те түскі ас беретінін айтып шығып кетеді. Соңынан Сесилияға тағы бір жаңа монах, Гавен есімді қыз келеді. Мұнда біздің кейіпкер өзін Детройт маңындағы церковь жабылып қалған соң, осы жердегі Тедеский есімді әкей шақырған соң келгенін айтады. Ал жауап ретінде көршісі бұл жерге тек есінен алжасқандар мен қашқындар келетін есептейді. Өзі болса екеуіне де жататынын айтады. Кешке рәсімде қыз Тедеский әкейді кездестіреді. Ол итальяндық тілді білмейтін монахты кардиналға өткізуге уәде береді. Кейін барлық жаңадан келгендермен басқалары қуана түскі асын ішеді. Соңынан әкей біраз уақыт бойы биолог болып жұмыс жасап, осы жолға келгенін айтады. Ал Сесилия болса, 7 жасында мұзды жарып суға батып кеткенін, және су астында 7 минут қалып қойғанда мені Құдай құтқарды деп осы жолды таңдағанын айтады. Және әжетханаға кетіп қалады. Жолда арғы бөлмеден шығып жатқан дауыстарды естиді. Ал бөлмеге кіріп келгенде бетіне қызыл мата жауып құлшылық жасап жатқан монахты көреді. Мұнда ол ана басқарушыны кездестіреді. Ана басқарушы монах Иерусалимнен келген көне жәдігерге құлшылық жасап жатқанын айтады. Бұл Христос шағылған шеге екен. Бұл ақпараттан қыз есінен танып қалады. Түнде жасаған ісін айтып жатқаны жайлы түс көреді. Алайда қызды тыңдап отырған кардинал көп ұзамай қараңғылық ішінде жоғалып кетеді. Ал қыздың өзін қызыл бетпердедегі монахтар ұстап алады да көне жәдігерді сұғып алады. Бұл жай ғана түседі. Таңертең қыз және Гвен қатал Изабель әпкенің қолына түседі. Ол жаңадан келгендерге өлім аузында жатқан монахтарды күтуді, тауық союды және кір жууды үйретеді. Ал бір күні түнде қызға кәрі монах келеді және шашып кесіп алып, құтты әулие екенін айтады. Осыдан кейін Сесилия әйелді қайта орнына жатқызғанда аяғында крест секілді жараны байқайды. Ал жуыну кезінде Гвен құрбысы, бұрынғы жігіті оны аямай ұрып, сосын оған шешінуді талап еткен екен. Осы оқиғадан кейін монахтардың үнемі баспаналары болатындықтан осында келгенін айтады. Кенет Сесилияның жүрегі айнып кетеді және анализ тапсырып аяғы ауыр екенін біледі. Бұлай болуы мүмкін емес еді. Ол қалайша болды деп басы қатып қалады. Бірақ өкіл әке мен кардиналға ешкіммен қосылмағанына ант етеді. Оның үстіне қыздың пәк екені де дәлелденеді. Тедеский әке бұны жаратушының ғажабы деп айтып, сені сылмай бала табу үшін, бала кезіңде жаратушы сені құтқарып осында алып келді деп тұспалдайды. Содан соң қызды әулие сияқты бірдеңе етіп жариялайды. Алайда Гвен де Изабель әпке де қатты қуанып тұрғанға ұқсамайды. Біраз уақыт өте Сесилияның тісі түседі және қыз денсаулығында кінәрат барын ұға бастайды. Ал жуыны кезінде оның орнында негізі өзі болуы керектігін айтып, қызды Изабель әпке шөктіре жаздайды. Бірақ басқа монахтар дер кезінде келіп, жындына алып кетеді. Узи баланың жағдайы жақсы екенін көрсетеді. Бұған қарамастан Сесилия денсаулығы нашарлап кеткенін айтып шағымданады және кәдімгі қалалық ауруханаға апаруын өтінеді. Бірақ Тедеский әкей оны тыңдамай, монастыр дәрігері Галла есімді дәрігер жақсы маман екенін алдыға тартады. Ал басқа клиникадағы артық сұрақтар оларға керек емес еді. Осыдан кейін Сесилия артына қызыл бетпердедегі монахтар түскенін байқайды. Ал Изабель күндердің бірінде байқаусызда немесе өз еркімен терезеден құлап қаза табады. Ал оқиғаларға қарап жүрген Гвен құрбысына өзінен өзі бала көтеруі мүмкін еместігін, сонымен қатар монастыр басшылары бірдеңе жасырып жатқанын айтады. Бұл жайлы ол серуен кезінде күштеп алып кетпейінше, басқа қыздарға да айқай салып айтады. Ал бөлмеде Марияның фотосы түсіп кете жаздайды. Қыз оның артында жазбаны көреді. Оны бұрынғы осы бөлмеде тұрған әйел жазып кеткен екен. Мұнда сатананың өзі, жарық періштесі болып көрінуі мүмкін екені жазылып еді. Осыдан қыз Гвенге барып еді, бөлмесінде жоқ екен. Әрі қарай іздеулер біздің кейіпкерімізді бір адам қинайтын бөлмеге алып келеді. Мұнда қызыл бетперделі монахтар жаңадан келген құрбысының тілін кесіп жатқан екен. Сол уақытта қыздың қасына шашып кесіп алған әйел келеді. Ол қыздың шашынан фигура жасапты және мәңгілік осында қалатынын айтады. Келесі күні таңда монастыр қызметкерлері қанды көйлекпен айқай салып жатқан Сесилияға қарай жүгіреді. Қалған әйелдер әйтеуір Тедеский әкейді қызды қалалық ауруханаға алып баруға көндіреді.
Ал олар кеткен соң ана басқарушы төсек астынан басы шабылған тауықты тауып алады және әкеге қоңырау шалып, қан жүкті әйелге тиесілі еместігін хабарлайды. Сесилия жазықпен қашып кетуге тырысады, бірақ та тез ұсталып қалады. Оны үйге кері алып келіп, алдағаны үшіп ұрысып жуындырады. Содан соң Сесилияны орындыққа байлап Тедески әкей шеген алады да, бұл біреулер үшін құлшылық жәдігері екенін айтады. Ал ол үшін биолог ретінде бұл болмыстың құпиясын ашатын кілт еді. Сөйтсек соңғы 20 жыл ішінде басы алжыған әкей шегедегі ДНК-ны пайдаланып, монахтарды жүкті етіп келе жатыр екен. Себебі жаңа құтқарушыны дүниеге алып келгісі келіпті, бірақ тек өмір сүруге қабілетсіз мутациялар дүниеге келген көрінеді. Бірақ бұл жолы экспериментті топ жаратынына сенімді екен. Сосын қыздың аяғына көмекшісімен бірге таңба салады. Олар қызды жеке бөлмеге қамап қояды. Біраз уақыт өте қыздың тырнағы түсе бастайды. Қыз тыңдаушыға өзімен болып жатқан жағдайлар тіптен Құдайдың қалауы еместігін айтады. Жауап ретінде қарт неге онда Құдай араша түспей жатыр деп сұрайды. Арадан біраз уақыттар өтті. Дәрігер Галла тексеру жүргізіп дәрі-дәрмек алып келуге шығып, ана басқарушымен оңаша тастап кетеді. Бұл жағдайды Сесилия пайдаланып, крестпен ана басқарушыны өлгенше сабайды. Дәлізде қыздан су кете бастайды. Бірақ бұл кардиналды қылқындыруға кедергі жасамайды. Содан кейін киелі шегені алып Тедески әкейдің зертханасына келеді. Бірақ мұнда ешкімді таба алмай, бөлмені жағып жіберуді шешеді. Сол уақытта келіп жеткен Тедески жоспарын бұзады. Олар эксперимент үшін басқа қызды тауып алатындарын, ал қызға жай ғана кетіп қалуын өтінеді. Қыз сөзге арылып қалғанда ер адам шабуыл жасайды. Қыз әрең дегенде оның қолынан сытылып шығып, ер адаммен қоса зертхананы жағып жібереді. Алайда ер адам әупірімдеп аман шығады. Сондықтан қыз әпкелерге түсуге тыйым салынған жертөлемен қашады. Аяғы ауыр қыз туннель ішімен қашып, ер адамдың көзіне түспеуге тырысады және құрбысы Гвеннің жансыз денесін табады. Ал ақыры дегенде шығатын тесік тапқанда, қызды күйген ер адам ұстап алады. Ол қызға құтқарушының анасы болу құрметінен бас тартқанын айтып, осы жерде баланы кесіп алмақ болады. Бірақ қыз киелі шегені алып Тедескидің мойнына сұғып алады. Ол ер әрең дегенде ер адамды өлтіріп, ақыры бостандыққа шығады. Ол шыға саласымен баланың жылаған даусын емес, бір жануардың даусын шығарып жатқан түсініксіз нәрсе дүниеге алып келеді. Сесилия оның кіндігін кесетте, үлкен тасты алып, өз еркінен тіс көтеріп жүруге мәжбүрлеген, тіршілік иесінің үстіне тастайды. Бірақ кадрда ол не екенін бізге көрсетпей. Сөйтіп сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, фильм туралы өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Осымен біздің шоу өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.